Саламатсыздар, академиялық кескіндеме онлайн курсы. Онлайн курсын бірінші модуль тақырыбын аяқтаймыз. 5-ші практикалық сабақтың тақырыбы геометриялық денелерден құралған натюрмортты толық аяқтау. Ол үшін жұмыстың жинақтылығы мен тұтастығына назар аудару керек. Бірінші кезекте жинақтау мен тұтас жазуға мән беруіміз керек. Натюрмортқа тұтас қараудың маңызы жұмыста жинақтап тұтас көруіне әсер етеді. Егер әр затқа бөлек назар аударып жазылатын болса, жұмыста тұтастық жойылады. Әр заттың жазықтықта орналасу ретіне қарай ауа перспектива заңдылығын ескеруіміз керек. Бұл дегеніміз жақын тұрған зат реңінің алыстағы зат реңіне қарағанда анығырақ көрінуі. Алыстағы заттар реңінің солғын болуы арқылы жұмыста тереңдік пайда болып, жұмыс тұтас, жинақы көрінеді. Жұмысты толық аяқтауда жалпылап қарау арқылы композициялық орталықты анықтап алуымыз керек. Бізде конус пен шар сол орталық композиция болып табылады. Артқы фон байланыстырушы қызметін атқарып тұр. Яғни негізгі мен қосымшаны ажырата алуымыз керек. Осы айтылған ережелерді сақтау арқылы тұтастық пен рең гармониясын ескере отырып, жұмысты толық аяқтаймыз. Осымен бірінші модуль практикалық тапсырмасы аяқталды.